Сәлем достар, бүгін біз вет теоремасына есептер шығаратын боламыз. Алдымен бізге мынандай теңдеу берілсін. Х квадрат минус 16х қосылған 48 тең болсын 0-ге. Енді осы берілген теңдеудің коэффициенттерінен, яғни минус 16 мен 48-ден олар қандай санның екінші коэффициенті, қандай сандардың қосындысында 16 болатын, ал 48 қандай сандардың көбейтіндісінде 48 болатын тауып көрейік. 48 көбейту кестесінде 6 мен 8-де бар. Бірақ 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48 болғанмен, олардың қосындысы 16 болмайды. Онда басқа сандарды іздейміз. 48 деген бізде 12 мен 4 санның көбейтіндісі 48, ал 12 мен 4 санның қосындысы 16-ға тең. Ал теорема бойынша, вет теоремасы бойынша, бірінші түбір мен екінші түбірдің қосындысы тең болу керек 16-ға, ал екі түбірдің көбейтіндісі тең болу керек 48-ге. Олай болса, берілген теңдеудің түбірлері x1 тең болады 12-ге, ал x2 тең болады 4-ге. Енді келесі екінші тапсырма берілсін. Екінші тапсырмада 3х квадрат минус 13х қосылған 10 тең болады 0-ге. Осы теңдеуді олардың коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болса, онда x1 мен x2-ні оңай табуға болады. Еске түсірейік формуланы. Егер ax квадрат қосылған bx қосылған с тең болады 0-ге, егер коэффициент мүшелері a, b, c-ның мәндерінің қосындысы 0-ге тең болса, осы үшін теңдеудің бірінші түбірі тең болады 1-ге, ал екінші түбірі тең болады с бөлінген a-ға. Олай болса, коэффициенттерін қосайық. 3-ке қосамыз минус 13-ті, қосамыз 10-ді. Мәні 0-ге тең. Олай болса, бұл теңдеудің түбірі x1-дің мәні тең болады 1-ге, ал x2-ның мәні тең болады. С-ның мәні бізге 10-ға тең, 10-ның 3-ке қатынасы. Ол дегеніміз 3/3-ден 1. Ал осы есептің дұрыстығын өздеріңіз дискриминант арқылы тауып көріңіздер. Келесі енді үшінші есепті қарастырайық. Теңдеудің екі түбірі берілсін. Теңдеудің түбірі арқылы оның теңдеудің өзін құруымыз қажет. Теңдеудің түбірлері 5 плюс минус түбір асты 2-ге тең. Алдымен осы екі теңдеуді біз вет теоремасы арқылы жазайық. X бірінші түбіріміз, ол бізде 5 қосылған түбір асты 2-ге тең. Ал екінші түбіріміз бізде 5 алынған түбір асты 2-ге тең. Олай болса, вет теоремасы бойынша x1-ге қосамыз x2 деген сөз. Онда 5-ке қосамыз түбір асты 2-ге, қосамыз екінші түбір 5 минус түбір асты 2-ні. Есептейтін болсақ, түбір асты мен түбір асты 2 таңбалар қарама-қарсы болғандықтан олар жойылады. Ал 5-ке 5-ті қоссақ, түбірлерінің қосындысы 10-ға тең деген сөз. Ал енді осы түбірлерінің көбейтіндісін қарастырайық. Онда бірінші түбіріміз 5 қосылған түбір асты 2-ні көбейтеміз 5 минус түбір асты 2-ге. Қысқаша көбейту формуласы бойынша бізде екі өрнектің қосындысы мен екі өрнектің айырымының көбейтіндісі берілген. Олай болса, 5-тің квадраты 25, ал минус түбір асты 2-ның квадраты 2. 25-тен 2-ні азайтсақ мәні 23. Олай болса, түбірлерінің қосындысы 10-ға тең, түбірлерінің көбейтіндісі 23-ке тең. Олай болса, біздің квадрат теңдеуіміз x квадрат, 10 бізде қарама-қарсы таңба болу керек, минус 10х қосылған 23 тең болады 0-ге. Яғни берілген түбірлер арқылы табылған квадрат теңдеуіміз x квадрат минус 10х қосылған 23 тең 0 болады. Енді келесі төртінші тапсырма бізге мынандай тапсырма берілсін. X квадрат қосылған 8х минус 1 тең 0. Осы теңдеудің түбірлерін таппай-ақ, мына мәндерді есептеуіміз керек. x1 көбейтілген x2-ның кубы қосылған x2 көбейтілген x1-дің кубы. Осы өрнектің мәнін тауымыз қажет.
Алдымен Виет теоремасы бойынша олардың түбірлерінің қосындысы мен түбірлерінің көбейтіндісі қандай екенін тауып алайық. Мынаның мәнін есептеп табуымыз қажет осы өрнектің. Алдымен теңдеу бойынша Виет теоремасын жазамыз. x1 мен x2-ның қосындысы тең болу керек -8-ге. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі тең болу керек -1-ге. Енді біз берілген x1 көбейтілген x2-ның кубын қосамыз x1 көбейтілген x1-дің кубын. Теңдеу түбірін таппаймыз, яғни x1 мен x2-ні таппаймыз. Тек Виет теоремасын қолданып, мына өрнектің шығаруымыз керек. Алдымен берілген өрнегіміз жазып алайық. x1, x2-ның кубы қосылған x2, x1-дің кубы. Екеуінде ортақ x1, x2-ні шығара аламыз көбейтіндісін. Сонда x1 көбейтілген x2-ні шығарсақ, бізде қалады x2-ның квадраты қосылған x1-дің квадраты болып. Ал бізде жақшаның алдында x1 мен x2-ның көбейтіндісі, ол түбірлердің көбейтіндісі -1-ге тең. Яғни бұны біз -1 мен алмастыра аламыз. Ал x2-ның квадраты қосылған x1-дің квадратын, ол біз x1 қосылған x2 берілген мына түбірлерінің қосындысын квадраттаймыз екі жағында. Сонда біз мына өрнекті қарастырамыз. x1 қосылған x2 квадраттаймыз, және теңдіктің сол жағындағы -8-ді де квадраттаймыз. Сонда қысқаша көбейту формуласы бойынша жазатын болсақ, бірінші өрнектің квадратына қосамыз 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісін қосамыз екінші өрнектің квадратына. Теңестіреміз 64-ге. Енді бізге x1-дің квадратына қосылған x2-ның квадратын. Оны теңдіктің оң жағында қалдырамыз. Ал тең 64-тен азайтамыз 2 көбейтілген x1 мен x2-ге. Ал бізде түбірлердің көбейтіндісінің мәні -1-ге тең. Яғни x1 көбейтілген x2-ні -1 мен алмастырамыз. Сонда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты тең болады 64-тен азайтамыз 2 көбейтілген -1 деген сөз. 2 минус плюс болады да 64-ге 2-ні қоссақ мәні 66-ға тең. Енді бізге тек берілген өрнектің мәнін есептеу керек болды. Сонда x1 көбейтілген x2, жақшаның ішінде x2-ның квадраты қосылған x1-дің квадраты. Екеуінің түбірлерінің көбейтіндісі -1-ге тең. Көбейтеміз, ал түбірлерінің квадраттарының қосындысына біз орнына 66-ны жазамыз. Сонда 1-ді көбейтсек, -1-ді 66-ға көбейтсек, мәні -66-ға тең. Есептің шартында берілгендей, берілген теңдеудің түбірлерін таппай-ақ, мына өрнекті есептей алдық. Ол үшін біз Виет теоремасын қолдандық. Біз сіздермен қарастырдық Виет теоремасын. Келесі кездескенше сау болыңдар.